Маған ағылшын үйренуге бір ғана себеп бер десеңіздер, сіздерді бір статистикамен таныстырайын. Әлемде жыл сайын шығатын ақпаратты 100% деп есептейік. Соның ішінде қазақ тілінде қанша пайыз шығады деп ойлайсыздар? Сіздерге бірнеше секунд берейін. Қазақша шығатын ақпараттың пайызы 0,1%-дан аз. Тіпті үздік 30 тілдерінің қатарына кірмейді. Орысша қанша пайыз шығады деп ойлайсыздар? Ойланып алыңыз. Орысша шығатын ақпараттың пайызы 4,5. Иә, сәл көбірек. Ал ағылшынша қанша пайыз шығады деп ойлайсыздар? Ағылшын тілінде шығатын ақпараттың пайызы 53%, жартысынан көп. Яғни сіз тек қана қазақша сөйлесеңіз, әлемдегі білімнің тек осындай мөлшеріне қол жеткізе аласыз. Орысша сөйлесеңіз жарайды, сәл көбірек. Бірақ бәрібір жаһандық мәдениетпен бірге қадам аттағыңыз келсе, өз салаңыздың нағыз маманы, ең білімді кәсіпкер болғыңыз келсе, ағылшын тілін үйрену ол тек қана таңдау емес, ол міндетіңіз.